Бұл алдындағы нұр дейді бауырлар. Ол осы өмірдегі жасаған ізгі амалы дейді. Намазы нұр болып жатыр, оразасы нұр болып жатыр, зекеті нұр болып жатыр, қажылығы нұр болып жатыр алдында, садақасы нұр болып жатыр. Түнгі намазы, ата-ананың басын жақсылық жасау, жетімдерге жақсылық жасау, көршімен қарым-қатынас, туыспен қарым-қатынас, ренжісе де кешірім сұрай салу, өзінікі дұрыс болып тұрса жұта салу, осының бәрі нұр болады деген қияметте. Алдыда. Қараңызшы. Ал оң жақтағы нұр деген сөз, ғалымдар айтады, бұл оң жақтағы нұр, бұл пенденің амал дәптері дейді оң жағындағы. Яғни оның іші толған сауапты ізгі амалдар. Сол екі нұр үйдің екі жағында, оң жағында алдында жүгіргенін көресің дейді. Яғни нұр шашып тұрады екен. Мүміндердің жүздері дейді, қараңғылықтағы, қараңғы түндегі жарқырап тұрған толған ай сияқты нұр шашып тұрады дейді ол күні. Сосын оларға былай деп дыбысталады дейді. Бушракумул яума джаннатун тажри мин тахтихал анхар. Бүгін сендерге сүйіншіленеді дейді. Бүгін сендерге сүйіншіленесіңдер сендер. Бүгін сендерге қуаныш, астарынан өзендер ағатын, жәннаттар бар деп айтылады екен да. Қараңыз. Яғни мәңгілік болған, наим болған жәннатпен қуанатын боласыңдар сендер. Уже сүйіншілене беріңдер, қуана беріңдер. Астарынан өзендер ағып жататын жәннатта сендер мәңгі боласыңдар деп айтады екен. Тажри мин тахтихал анхар. Олар онда мәңгі қалады дейді. Залика хуал фаузул азим. Міне осы Алла табыс дейді. Яғни мәңгі бақи боласыңдар. Жәннатта не ауырсыну, не шаршау, не шалдығу, күнкөріс қалпында уақыт өткізу, немесе жалығу деген нәрсе атымен болмайды екен да. Қараңызшы. Алла тағаланың алдындағы бұл жәннат белгілі бір уақытпен шектелмеген, оларда мәңгі бақи қаласыңдар дейді. Міне осы үлкен табыс, үлкен жетістік, үлкен ұтыс.